Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Естеріңізде болса, ораза айында қатты науқастанып қалған Айша қызымызға сбор жинаған болатынбыз. Алланың қалауымен 5 миллион сұрадық, 5 миллион жиналды. Осыған ат салысқан барша халыққа Алла разы болсын дегіміз келеді. Алла кімнің қажетін өтесе, Алла оның қажетін өтеді дейді. Алла сіздердің де қажеттеріңізді өтесін. Ассалаумағалейкум ака. Қалдарыңыз жақсылар ма? Алла шипа берсін, Айша қызға Алла шипа берсін. Құдай қаласа жазылып шығады. Бүкіл халық бұл қызға дұға қылып жатыр, Айша? Сіздер енді дұға қылдыңыздар ма? Алладан қатты сұрағансыздар ғой. Иә, шын көңілмен ұйықтамай, жазылып кетсе екен. Айша анамыз сияқты, домалақ анамыз сияқты, Айша анамыз сияқты болсын, дұрыс айтасыз. Айтқаныңыз келсін. 5 миллион сертификат. Рахмет аға, Алла разы болсын. Жаңа қатты дұға қылдық деп отырсыздар ғой. Осы ат салысқан барша халыққа да дұға қылсаңыздар, бәріміз дұғаға мұқтажбыз. Алла разы болсын. Ат салысқан халқымызға рахмет айтқымыз келеді. Оларға да Алла разы болсын дегіміз келеді. Алла разы болса, біз құтылғандардан боламыз. Ең үлкен дұға. Шын ниетпен, шын ықыласпен Алла разы болсын. Аллах тағала Айша қызымызға шипа берсін. Айтқаныңыз келсін. Бірінші Алла, екінші сіздер себепші болып отқан халқыма рахмет, ағаларға рахмет. Қызым менің аман есен жазылып, Құдай қаласа аяғынан тұрып кетсе, сол бізге үлкен бақыт. Сіздерге үлкен рахмет, алғысым шексіз. Айша қызымыз жазылып, осындай әдемі қыз болып өсе берсін, иә? Айша? Әмин, айтқаныңыз келсін. Ей жаным. Гүлді жайнап, аяғынан тұрып кетсін, иншаллах. ФЕП групп ұжымында жұмыс істеген қал-жігіт Дәулет бауырларымыз $5000 қаражат берді. Сбордың жартысы десек те болады. Саналған, бірнеше мәрте санап алсаңыз да болады. Жоқ, еселене сауаптан жазсын. Қуанышымда шек жоқ. Алла разы болсын.